Тіпті гүлдері де бар екен. Міне қараңыздар. Гүлдері де бар екен, бірақ бұл гүлдерін біз алып тастаймыз. Себебі осыған бәрі күш кетіп қалады. Сол себептіден алып тастаймыз. Кішкентай ғана осыларды ерінбей барлығын отырғызып шығамыз. Ешқандай кеппеген, влагасын сақтап тұр. Ашық көріп тұрсаңыздар, ана өзі ячейкеде егілген. Ал егер ашық тамыр болса, ол кішкене тірілу қиындау. Ал мына осылай сол тұрғасын, өте керемет. Көптен күткен сендерге айтайын тұрған жаңалығым осы, яғни құлпына егейін деп жатырмын. Фақат сорттың әзірге сіздерге құпия болсын. Енді қараңыз. Осы жерде сол ішіне қаздық. Енді міне қараңыздар, жайлап жіпті керіп тастадық. Ол не үшін керек? Яғни тіке қылып егу мақсатында. Және де асын сызып шықтым. Осының бойымен құлпынайымызды клубникамызды егіп шығамыз. Арасы 30 см, және де бір реттен сен деп тұрмын. Екі рет негізі ойлап едім. Қара агроспан бар, сол арқылы істемейді. Оны қанша деген осы янде келсін. Оны өтсе осы қара жерге өсіп, жердің нағыз дәмін алатындай қылып солай егіп жатырмын. Ал егер қара пленка егілсе, қанша деме резинаның дәмі искусство дәм шығып тұрады. Сол себептен оны қолданған жоқпын. Енді бір қиындау, енді кішкене шөп адам жеп шығады. Бірақ оны да алып кетемін деп ойлаймын. Қараңыздар, енді мен бір реттен істейін деп тұрмын. Бір рет, және де арасын 60 см қылып екінші рет қысып істейін деп тұрмын. Енді осы жердің бәріне жетсе, көмекке жетпеген жеріне қияр егетін боламын. Міне кішкентай түрлері де бар. Оларды мына шет жақтан осылай егіп, самал дәміне ең бастысы мына жердегі шетін жаппасаңыздар болды. Яғни өсетін жер төртке рост етеді. Сол жерін ғана естімесеңіздер болды, қалғандай алып кетеді. Жыл суды дайындап қойдым. Қазір дөңгелетіп барлығын егіп шығатын боламын. Міне осылай жерді қазамыз. Әзірге тек қана сумен қолданып, одан кейін барып өзінің удобрениесі бар. Соны салатын боламын. Міндетті түрде бірінші гүлдерін алып тастаймыз. Себебі артық жаңағыдай күшті алып тастайды. Сол себептен ешқандай да қиындау жоқ. Осылай дөңгелетіп басында осылай соларға ыңғайлы болу үшін осылай шығамыз. Құмырсқалар өте көп екен. Клубниканың тамырын жеп қоймайды деп ойлаймын енді. Мына артық гүлдерін қазір міне гүлдерін алып тастаймыз. Бұлар қажет емес. Бұлар жаңағы күшін алып тастап өсуіне кедергі болады. Сол себептен бәрін алып тастаймыз. Ешқандай болды. Енді тек жылы суымызды аламыз. Алып бисмиллах деп осылай қойып дөңгелетіп шығамыз. Берекелі болсын деп. Біз өте клубниканы өте қатты жақсы көреміз. Сол себептен осылай арнайы алдыртқан болып тұрмын. Тағы да бір жері бар. Но тағы артық болмасын деген мақсатпен. Міне мықты жерге көмудің де қажет жоқ. Көріп тұрсаңыздар, осылай барлығын жалғастырып егіп шығамыз. Міне кешкінің уақыт барлығын егіп болды. Міне 8 штуктай, 15 штуктан келіп тұр. Міне жетінші рет болып тұр. 3, 4, 5, 6 рет болып тұр. Міне көрдіңіздер ғой да. Енді өскесін көреміз бұйыртса.